Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бірінші бөлім. Бостандықтың суық лебі және қара дәптер. Кіріспе, адам баласы өзінің ең жақын, ең сенімді деген адамынан соққы алғанда, оның ішіндегі әлем бір-ақ сәтте күл талқан болады. Ол соққы пышақпен емес, сөзбен, сатқындықпен жасалады. Бұл оқиға әділетсіздікке ұшырап, өз отбасын қорғаймын деп темір тордың артына кеткен, ал оралғанда өз өмірінің бастан аяқ өтірікке құрылғанын түсінген Мадиардың тарихы. Жалғыз қара блокнот оның бүкіл өткенін өшіріп, орнына кек алушының қатыгез бейнесін сомдап шығарды. Бір тарау. Ерте келген көктем, темір тордан қадам. Наурыз айының ызғарлы таңы. Қарағанды маңындағы қатаң режимдегі колонияның ауыр темір қақпасы сықырлай ашылды. Бостандыққа шыққан адамның ең бірінші сезінетіні ауаның тазалығы емес, кеңістіктің шексіздігі. Мадияр терең тыныс алды. Оның үстінде түрме әкімшілігі берген жұқа қара күртеше, қолында ескі жол сөмкесі бар. Ол 8 жылға сотталған еді. Бірақ өзін үлгілі ұстап, колониядағы ең ауыр жұмыстарды атқарған үшін 5 жылдан кейін мерзімінен бұрын босату будағалы ел шықты. 5 жыл. Бұл уақыт оның денсаулығын жұқартқанымен ішкі рухын шыңдаған болатын. Ол 35 жаста болса да, шашына ақ түсіп, көздеріне терең мұң ұялаған. Мадиардың түрмеге түсу тарихы қарапайым әрі қайғылы еді. Ол өзінің ең жақын досы Дархан екеуі ірі логистикалық компания құрған. Іс алға басып табысқа кенелген шақта компаниядан мемлекеттік тендердің қыруар қаражаты жоғалып кетеді. Тергеу басталғанда барлық құжаттарда Мадиардың қолы тұрған болып шықты. Дархан оған: «Бауал, мен сені түрмеден шығарып алу үшін барлық заңгерлерді жалдаймын. Ал сенің әйелің Айжан мен кішкентай қызың Анелді өз қамқорлығыма аламын. Компанияны сақтап қалудың жалғыз жолы осы» деп жалынған еді. Айжан да көз жасын көлетіп, оның түрмеге кетуіне келіскендей болды. Мадияр отбасы мен досын қорғау үшін өзі жасамаған қылмысты мойнына алып кете барды. Алғашқы 2 жылда Айжан оған ай сайын келіп тұрды. Сосын жұмыс көбейді, қызымыз ауырып қалды деген сылтаулармен оның келуі сиреді. Соңғы 1 жылда ол тек хат жазып, ақша аударумен ғана шектелді. Бірақ Мадияр оған еш ренжіген емес. Ол әйелінің сыртта қиналып жүргенін түсінетін. Тас жолдың бойында тұрған Мадияр попутный көлік тоқтатып Алматыға қарай бағыт алды. Ол өзінің ерте шыққанын Айжанға айтқан жоқ. Ол мұны тосынсый жасағысы келді. Есікті қағып, сүйікті әйелімен өсіп қалған қызын құшақтау оның осы 5 жыл бойы армандаған жалғыз тілегі еді. 2 тарау. Бөтен әлем, үйдегі үнсіздік. Алматы, кешкі сағат 8. Мадияр өзінің бұрынғы тұрған элиталық тұрғын үй кешеніне келді. Аула таныс, бірақ күзет ауысқан екен. Ол ескі кілтімен подъезге кіріп, 3-ші қабатқа көтерілді. Жүрегі кеудесіне сыймай лүпілдеп тұр. Ол қоңырауды басуға оқталып, бірақ қайтадан қалтасынан кілтін шығарды. Кілт құлыпқа дәл келді. Есікті ауыстырмапты, демек, мені әлі де күтіп жүр деп ойлады ол іштей қуанып. Есік ашылды. Пәтердің іші тастай қараңғы, тып-тыныш. Мадияр жарықты жақты. Оның көздері бақырайып қалды. Пәтердің іші түбегейлі өзгерген. Бұрынғы өзі таңдаған қарапайым жиһаздардың орнына өте қымбат италиялық дивандар, үлкен смарт теледидарлар, алтынмен апталған декорлар қойылған. Бәрі тым жылтырақ, тым жат еді. Мадияр бәтеңкесін шешіп, ішке қарай баяу қадам басты. Айжан, Анел, деп дауыстады ол. Ешкім үн қатпады. Ол ас үйге кірді. Үстел үстінде жартылай ішілген қымбат шарап пен 2 бокал тұр. Бөлмеде еркек адамның қымбат парфюмінің иісі аңқып тұрды. Мадиярдың жүрегіне бір суық ине қадалғандай болды. Дархан келіп кеткен шығар, ол отбасыма қамқор болып жүр ғой деп өзін-өзі жұбатуға тырысты. Ол жатын бөлмеге кірді. Кең төсек, шашылған киімдер. Мадияр айналаға көз жүгіртіп, өзінің осы үйге мүлдем бөтен екенін түсінді. Оның ешқандай заты қалмаған. Тіпті қабырғадағы отбасылық суреттер де алынып тасталған.
Оның орнына Айжанның әртүрлі шетелдік курорттарда түскен жалғыз өзінің немесе қызымен түскен жарқыраған суреттері ілулі тұр. Бірде-бір суретте Мадияр жоқ. Ол ауыр күрсініп, өзінің бұрынғы жұмыс кабинетіне беттеді. Ең болмаса сол жерден өзінің ескі кітаптарын, өткен өмірінің бір бөлшегін тапқысы келді. 3 тарау. Кабинеттегі құпия, қабырға артындағы сандық. Кабинет те өзгеріпті. Бұрынғы ағаш үстелдің орнына заманауи шыны үстел қойылған. Бірақ қабырғадағы үлкен кітап сөресі сол күйінде тұр екен. Мадияр бұл сөрені кезінде өз қолымен жинаған болатын. Ол кітаптарды сипап өтіп, ең төменгі қатардағы ескі энциклопедияларға тоқтады. Осыдан 6 жыл бұрын ол сол кітаптардың артына, қабырға мен сөренің арасына кішкене жасырын қуыс жасаған еді. Ол жерде өзінің ескі сағатын және әкесінен қалған күміс портсигарды сақтайтын. Ол рефлекспен сол кітаптарды алып, артына қолын сұқты. Қуыс бос емес екен. Бірақ онда сағатта, портсигарда жоқ еді. Оның қолына кішкене, қара былғармен қапталған қалың дәптер ілінді. Блокноттың сырты шаң басқан, бірақ құлпы жоқ. Мадияр блокнотты алып үстелдің шамына жақындады. Бұл Айжанның дәптері еді. Ол әйелінің қолтаңбасын бірден таныды. Алғашқы беттерінде үй шаруасы, қызының сабақ кестесі, дүкеннен алынатын заттардың тізімі жазылған. Мадияр жымиып, әйелінің осындай ұсақ түйектерді жазып жүретін әдетін еске алды. Бірақ ол парақтай келе, дәптердің орта тұсында жазудың сипаты мен мазмұны күрт өзгергенін байқады. Бұл күнделік еді. Оның ішіндегі жазбалар Мадияр қамауға алынғанға дейін 1 жыл бұрын басталған. Мадияр креслоға отырып оқи бастады. Оның көздері әрбір сөйлемге қадалған сайын денесі мұздап, тынысы тарыла берді. 4 тарау. Қара блокноттың сыры, сатқындықтың хроникасы. Күнделіктен үзінді. 14 қазан, Мадиярдың сотталуынан 8 ай бұрын. Бүгін Дархан тағы да келді. Мадияр іс-сапарға кеткен. Біз бірге болдық. Дарханның құшағында мен өзімді нағыз әйелдей сезінемін. Мадияр тым қарапайым, тым жалықтырғыш. Оның басында тек жұмыспен адалдық. Ал Дархан маған үлкен әлемді, байлықты, шексіз еркіндікті уәде етті. Бірақ біз үнемі осылай тығылып жүре алмаймыз. Дархан бір жоспар ойлап тапқанын айтты. Ол тәуекелге толы, бірақ іске асса, біз бәріне қол жеткіземіз. Мадиярдың қолы дірілдеп кетті. Ол дәптерді жауып тастамақ болды, бірақ көздері оған бағынбады. Ол өз көзіне өзі сенгісі келмей, парақтарды ары қарай аудара берді. Оның 8 жыл бойы сеніп келген досы, оның отбасын қорғап жүрген серігі, шын мәнінде оның әйелімен төсектес болып жүргені миына сыймады. Күнделіктен үзінді. 2 ақпан, сотқа 4 ай қалғанда, тендердің ақшасы түсті. Дархан бәрін мінсіз ұйымдастырды. Ол ақшаны өзінің шетелдік шоттарына аударып, барлық құжаттарға Мадиярдың электронды қолын қолданды. Мадияр түк сезген жоқ. Ол өз компьютерінің паролін маған сеніп айтқан болатын. Мен сол парольді Дарханға бердім. Менің ішімде кішкене қорқыныш бар. Егер Мадияр біліп қойса ше. Бірақ Дархан оның психологиясын жақсы біледі. Мадияр отбасы үшін өзін құрбан етуге дайын ақымақ. Біз оны соған итермелейміз, деді ол бүгін. Мадиярдың кеудесіне біреу қанжар сұғып, оны баяу бұрап жатқандай болды. Ол ауа қармап жағасын тартқылады. Демек, оның ұрлыққа еш қатысы жоқ екені былай тұрсын, оны әдейі, жоспарлы түрде отырғызған өз әйелі мен ең жақын дос екен ғой. Ол түрмеде суық камерада отырып, Айжан мен Анел қиналып қалмады ма екен деп нанның үзімін аузына салмай жүргенде, олар оның ұрланған ақшасына шалқып өмір сүріп жатқан. Мадияр блокноттың келесі парағын ашты. Бұл жазба оның жүрегіндегі соңғы адамгершілік ұшқынын толықтай өшіріп тастады. Күнделіктен үзінді. 15 маусым. Сот үкімі шыққан күннің ертеңі. Ол бәрін мойнына алды. Ақымақ, ол сот залында маған қарап, жылама, бәрі жақсы болады деп күлімсірегенде, мен әрең шыдадым. Дархан екеуміздің жоспарымыз толықтай іске асты. Енді компанияда, ақшада, бұл үйде тек біздікі.
Ол түрмеде шіріп өлгенше біз жаңа өмір бастаймыз. Анель оны тез ұмытады. Дархан оған нағыз әке болады. Ең бастысы, Мадияр ешқашан шындықты білмейді. Мен бұл күнделікті өртеп жіберуім керек, бірақ бұл менің жеңісімнің символы сияқты осы жерде оның өз сөресінің артында тұра берсін. 5 тарау. Алғашқы соққы, түнектен шыққан құбыжық. Мадияр дәптерді жапты. Оның көзінен бір тамшы да жас шықпады. Өйткені жас шығару үшін адамда үміт немесе мұң болуы керек. Ал Мадиярдың ішінде ештеңе қалмады. Оның жаны, махаббаты, сенімі осы қара блокноттың парақтарында толықтай өртеніп кетті. Оның орнына суық қанды, ешқандай аяушылықты білмейтін қараңғылық орнады. Ол орнынан тұрды. Бөлменің ішіндегі ауа ауырлап кеткендей сезілді. Мадияр айнаға қарады. Айнадан оған түрмеден ерте шыққан, әйеліне сыйлық жасағысы келген бақытсыз адам емес, көздерінде өлімнің оты жанған, кек алушы машина қарап тұрды. Дәл осы кезде пәтердің сыртқы есігінде кілттің сылдыры естілді. Есік ашылып, ішке Айжанның көңілді даусы мен Дарханның қарқылдаған күлкісі естілді. Бүгінгі кеш керемет болды, жаным, деді Дархан. Анельді анаңның үйінде қалдырғаның дұрыс болды. Бұл түнді тек екеуміз өткіземіз. Мадияр кабинеттің есігін жауып көлеңкеге сіңіп үнсіз күтіп тұрды. Оның қолында қара блокнот қатты қысылған еді. Сатылған тағдырдың құны енді қанмен өтелетін сәт жақындап қалды. Аңшы өз құрбандарын өз апанында күтіп тұрды. 2 бөлім, көлеңкедегі сот және жыртылған бетперде. Кіріспе. Сатқындық бұл үнсіз келетін ажал. Ол сенің ең сенімді қорғаныңды ішінен бұзып арқаңнан қанжар сұғады. 5 жыл бойы Мадиярдың жүрегін жылтып келген үміт пен махаббат кішкене ғана қара блокноттың парақтарында күлге айналды. Енді оның бойында адамдық сезімдерден гөрі суық әрі мінсіз есепке құрылған кек алу механизмі ғана қалған еді. Үйдің табалдырығын аттаған қос сатқын өздерінің жайлы, байлыққа толы әлемінде емес, нағыз құрдымның алдында тұрғанын әлі білмейтін. 6 тарау. Күтпеген қонақ, ажалмен бетпе-бет. Пәтердің іші жарыққа толды. Қонақ бөлмеден Айжанның сыңғырлаған күлкісі мен Дарханның салмақты, өзіне сенімді даусы естіліп тұр. Олардың аяқ киімдерін шешіп, үстел басына жайғасқаны байқалады. Дархан, бүгінгі мейрамханадағы кездесуің қалай өтті? Жаңа тендерді алатын болдық па? Деді Айжан шкафтан 2 хрусталь бокал шығарып жатып. Әрине, жаным. Мен кіріскен істің бәрі сәтті аяқталады ғой. Келесі айда тағы бірнеше миллион шотқа түседі. Одан кейін Дубайға барып, кішкене демалып қайтсақ қайтеді. Анельді анаңа қалдыра тұрармыз. Дархан диванға жайғасып галстугін босатты. Керемет идея. Айжан оның қасына келіп шарап құйылған бокалды ұсынды. Тек Мадиярдың мерзімі жақындап қалды емес пе? Ол келесі жылы шығуы мүмкін деп едің ғой. Соны ойласам, ішімді бір үрей билейді. Дархан мысқылдай күліп шараптан ұрттады. Уайымдама, ол шыққан күннің өзінде қолынан не келеді? Ол сотталған қылмыскер. Оның сөзіне ешкім сенбейді. Біз оған кішкене ақша ұстатып қаладан кетуін талап етеміз. Ол өзінің сүйікті әйелінің бақытты екенін көріп үндемей кете береді. Ол тым жұмсақ, тым аңқау. Дәл осы сәтте кабинеттің есігі ақырын ғана сықырлап ашылды. Қараңғы бөлмеден қонақ бөлменің жарығына қарай ұзын көлеңке түсті. Мен тым аңқау екенмін, иә, Дархан. Деген суық, металдай сыңғырлаған дауыс пәтер ішіндегі тыныштықты қақ жарды. Айжанның қолындағы бокалы еденге түсіп күл талқан болды. Қызыл шарап ақ кілемнің үстіне қан сияқты жайылып кетті. Ол есік жаққа қарап көздері шарасынан шыға жаздады. Оның аузы ашылып қалғанымен тамағынан ешқандай дыбыс шықпады. Дархан да орнынан атып тұрды. Оның өзіне сенімді, тәкаппар жүзінен қан қашып қағаздай қуарып кетті. Олардың алдында бұрынғы мейірімді, жұмсақ Мадияр емес, 5 жыл түрмеде тасқа айналған, көзқарасымен ақ адамның ішін қалтырататын нағыз жыртқыш тұрған еді. Оның қысқа алынған шашы, шымыр денесі және бетіндегі ешқандай эмоция білдірмейтін өлі тыныштық қорқынышты көрініс тудырды. Мадияр, сен қалай? Сен келесі жылы шығуың керек еді ғой. Дархан кекештеніп кері қарай бір қадам шегінді. Мадияр баяу қадаммен оларға жақындады.
Ол үстелдің үстіндегі екінші бокалды алып, ішіндегі шарапты жерге төгіп тастады. Удо мерзімінен бұрын босату Дархан жақсы тәртібім үшін. Мен сендерге тосынсый жасағым келді. Бірақ тосынсыйды сендер маған жасаған екенсіңдер. Керемет үй. Қымбат жиһаз. Дубай. Жақсы өмір сүріп жатыр екенсіңдер. 7 тарау. Алғашқы жаза қорқақтардың биі. Айжан есін жиып, өзінің әдеттегі манипуляциясына, алдауына көшпек болды. Ол көзіне жалған жас алып, Мадиярға қарай ұмтылды. Мадияр, жаным, сен шыққан екенсің ғой. Құдайым-ау, біз сені қатты күттік. Дархан екеуміз біз жай ғана жұмыс мәселесін талқылап отырғанбыз. Ол маған көмектесіп жүрді, ол Мадиярды құшақтамақ болып қолын созды. Бірақ Мадияр оның қолын қағып жіберді. Бұл қағыс соншалықты қатты болғандықтан Айжан тепе-теңдігін жоғалтып диванға құлап түсті. Оның жанарына енді шынайы қорқыныш ұялады. Себебі ол бұрынғы Мадиярдың оған ешқашан дауыс көтермегенін, тіпті гүлмен ұрмағанын жақсы білетін. Мадияр күртешесінің ішінен әлгі қара былғары блокнотты шығарып, шыны үстелдің үстіне тарс еткізіп тастады. Жұмыс мәселесі ме, Айжан? Мына жерде сенің жұмысың өте егжей-тегжейлі жазылыпты. Тендердің ақшасын ұрлау, менің паролімді беру, мені соттату. Жазуың әдемі екен. Блокнотты көргенде Айжанның демі үзіліп кеткендей болды. Ол екі қолымен бетін басып, булығып жылай бастады. Бұл енді өтірік жас емес, барлық қылмыс ашылған, тұзаққа түскен адамның жанталасы еді. Дархан жағдайдың ушыққанын түсініп, өзінің күшіне салмақ болды. Ол бөлменің шетіндегі ауыр қола мүсінді, статуэтканы қолына алып Мадиярға қарай атылды. Сен біліп қойсаң да, ештеңе өзгермейді, Зек. Сені осы үйден мәйіт қылып алып шығамын да, мас күйінде өзін өлтірді деп рәсімдеймін. Деп бақырды Дархан, қолындағы мүсінмен Мадиярдың басына қарай сілтеп. Бірақ түрмедегі 5 жыл Мадиярға тек ауыр жұмысты ғана емес, қатыгез төбелестерде тірі қалуды да үйреткен болатын. Ол Дарханның соққысынан оп-оңай жалтарып, оның мүсін ұстаған қолын білегінен шап беріп ұстады. Сырт. Мадияр Дарханның қолын бар күшімен қайырып жібергенде, сүйектің шытынаған дыбысы бүкіл бөлмені жаңғыртты. Дархан жанұшыра бақырып, тізесімен жерге құлады. Мадияр оны мұнымен қоя бермеді. Ол Дарханның тамағынан қысып ұстап, оны жоғары көтерді де, үлкен смарт теледидарға апарып бар күшімен соқты. Теледидардың экраны шытырлап сынып, Дархан қан жоса болып еденге сұлап түсті. Ол ауа қармап, иесінен тана жаздады. Сен маған қол көтеретіндей еркек емессің, Дархан, деді Мадияр, оның үстінен төніп тұрып. Сен тек әйелдің артына тығылатын, досының қанынан ақша жасайтын қорқақ егеу құйрықсың. Мадияр қалтасынан кішкене скотч пен пластик стяжкаларды, тартып байлайтын сымдарды шығарды. Ол бұларды пәтердің қоймасынан алдын ала дайындап қойған еді. Ол Дарханның екі қолы мен аяғын қатты етіп байлап тастады. Содан кейін диванда қорқыныштан дірілдеп отырған Айжанға жақындады. Мадияр, өтінемін, тиіспеші маған. Қызымыз үшін. Анел үшін. Егер сен мені өлтірсең, ол жетім қалады. Деп жылады Айжан. Ол өзінің ең басты қаруы қызын алға тартты. Бұл сөздер Мадиярдың ішіндегі жанартауды одан сайын оятты. Анелдің атын аузың алуға хақың жоқ. Деп ақырды Мадияр, оның шашынан жұлқып көтеріп. Сен оны тірідей жетім қылдың. Сен оның әкесін түрмеге жапқанда, оның болашағы туралы ойладың ба? Ол Айжанның да қолдарын байлап, екеуін қонақ бөлменің ортасындағы екі орындыққа қатар отырғызды. Олар енді толықтай Мадиярдың билігінде еді. Бұл үйдің нағыз қожайыны, нағыз сот пен жазалаушысы оралған болатын. Сегіз тарау. Түнгі сот, блокноттағы сөздермен азаптау. Түн ортасы. Пәтердегі шамдардың бәрі сөндіріліп, тек үстел үстіндегі кішкене торшер ғана жанып тұр. Оның әлсіз сәулесі байлаулы отырған Дархан мен Айжанның қан мен қорқынышқа толы жүздеріне түседі. Мадияр олардың алдында қолына қара блокнотты ұстап, баяу адымдап жүр.
Білесіңдер ме, түрмедегі ең қорқынышты нәрсе не? Деді Мадияр үнсіздікті бұзып. Бұл таяқ жеу емес. Бұл аштық немесе суық карцер емес. Ең қорқыныштысы түнде жалғыз қалғандағы ойлар. Мен күн сайын сендердің қалай қиналып жатқандарыңды, Айжанның жалғыздықтан жылап жатқанын ойлап, өзімді өзім іштей жейтінмін. Мен сендерді қорғай алмадым деп өзімді кінәлайтынмын. Ал сендер сол кезде мына шарапты ішіп, менің ақымақтығыма күліп отырған екенсіңдер. Ол блокнотты ашып кездейсоқ бір бетті оқи бастады. 2 сәуір. Мадияр хат жазыпты. Ол маған қатты алаңдайтынын айтыпты. Дархан екеуміз бұл хатты оқып көп күлдік. Ол сондай аңқау. Біз бүгін жаңа көлік сатып алдық. Өмір тамаша. Мадияр дәптерден көзін алмай Айжанға қарады. Көп күлдіңдер ме? Күлкілі болды ма, Айжан? Айжан басын шайқап өксігін баса алмай жатты. Мадияр, бұл Дархан. Ол мені мәжбүрледі. Ол мені қорқытты. Егер мен келіспесем, ол мені де отырғызамын деді. Мен сені сүйемін, Мадияр. Мен қателестім, бірақ бәрі осының кесірі. Ол өзін ақтап алу үшін барлық кінәні Дарханға аудара бастады. Дархан қан болған бетін көтеріп Айжанға жиіркене қарады. Сен қаншық, деп ысылдады ол. Мадияр, оған сенбе. Ол бәрін өзі бастады. Ол сенің кедейлігіңнен, сенің ұсақ түйек жұмысыңнан шаршағанын айтты. Тендердің ақшасын ұрлау идеясында бірінші сол ұсынды. Парольді де өзі әкеліп берді. Бұл қаншық ақша үшін бәрін сатады. Қылмыстық одақ, өтірік махаббат, бірақ сағаттың ішінде сынып, олар бір-бірін айтақтап, бір-бірінің етін жеуге дайын тұрды. Мадияр бұл көрініске қарап жиіркенді. Ол кезінде осы 2 адам үшін өз өмірін құрбан еткеніне сене алар емес еді. Ол блокнотты үстелдің үстіне лақтырып жіберді де Дарханның қалтасынан оның соңғы үлгідегі смартфонын суырып алды. Ол Дарханның саусағын күштеп басып телефонның бұғаттауын ашты. Сендер менің өмірімді тартып алдыңдар, деді Мадияр суық үнмен. Ал мен сендердің өмірлеріңнің мәнін тартып аламын. Дархан, сенде шетелдік есепшоттарда $5 миллион астам ақша бар. Ол ақша менің компаниямнан ұрланған қаражат. Сен қазір сол ақшаның бәрін қайырымдылық қорларына, балалар үйіне және менің жеке транзиттік шотыма, оны Мадияр түрмедегі хакер таныстары арқылы алдын ала дайындап қойған, аударасың. Бұл шоттан ақшаны ешқашан қайтара алмайсың. Жоқ, ешқашан. Бұл менің бүкіл байлығым, деп бақырды Дархан. Мадияр үстел үстінде жатқан асы үй пышағын қолына алды. Ол пышақты Дарханның байлаулы тұрған қолының саусақтарына жақындатты. Мен түрмеде 5 жыл отырдым, Дархан, ол жақта адамдар саусақсыз өмір сүруге тез үйренеді. Егер сен қазір аудармасаң, мен сенің әрбір саусағыңды бір-бірлеп кесемін. Сосын Айжанның саусақтарына көшемін. Мені қорқыта алмайсың, өйткені мен онсыз да өлі адамын. Ал сендер өмір сүргілерің келеді. Мадиярдың көзіндегі жабайылық пен шешімділік Дарханның соңғы қарсылығын сындырды. Ол жылап қалтыраған дауыспен парольдерін айта бастады. 20 минуттың ішінде Дарханның офшорлық шоттары толықтай босатылды. Ақшаның жартысы із-түссіз шетелдік қорларға кетті, қалғаны Мадиярдың сенімді шоттарына түсті. Дарханның жылдар бойы жинаған байлығы, Айжанның армандаған элиталық өмірі бір-ақ сәтте күл-талқан болды. 9 тарау. Қараңғылыққа қадам. Жоспардың 2 бөлігі. Мадияр телефонды сөндіріп қалтасына салды. Енді сендерде ештеңе жоқ. Бірақ бұл тек бастамасы ғана, деді ол. Ол Айжанның алдына келіп жүресінен отырды. Анел қайда? Нақты мекен-жайын айт. Айжан қорқыныштан дірілдеп. Ол менің анамның үйінде. Көктем шағын ауданында. Мадияр, өтінемін, балама тиіспеші. Ол сені ұмытып кетті, оның психикасын бұзбашы, деп жалынды.
Оның психикасын бұзған мен емес, сен, деп кесті Мадияр. Ол орнынан тұрып, ас үйден 2 үлкен бөтелке су мен бірнеше кесек нан әкеліп, үстелдің үстіне қойды. Мен қазір кетемін. Ал сендер осы жерде қаласыңдар. Мен бұл пәтердің есігін сыртынан арнайы құлыппен бекітіп кетемін. Терезелер брондалған, оны бұза алмайсыңдар. Телефон, интернет бәрін өшірдім. Сендерде су мен нан ғана бар. Қанша уақыт отыратындарыңды білмеймін. Бірақ бір-біріңді жеп қоймаңдар. Мадияр Дарханның күртешесінен көлігінің кілтін алды. Ол бөлмеден шығар алдында артына бір рет бұрылды. Еденде қан жоса болып жатқан байлаулы 2 адам. Бір кездері оның ең жақын адамдары болған, ал қазір жай ғана лас сатқындар. Тозаққа қош келдіңдер, деді ол да есікті тарс жауып, сыртынан құлыптап кетті. Түнгі Алматы, сағат түнгі 2. Мадияр Дарханның қымбат джипіне отырып, моторын оталдырды. Оның кеудесінде ақша немесе байлық емес, тек бір ғана мақсат лүпілдеп тұрды. Ол өзінің қызын, өзінің қанынан жаралған жалғыз періштесін қайтаруға бара жатты. Бірақ ол Анельдің осы 5 жыл ішінде қалай өзгергенін, оған әкесі туралы қандай өтірік айтылғанын әлі білмейтін еді. Бұл оның жүрегіне жасалатын келесі үлкен соққы болуы мүмкін. Аңшы қараңғы көшелермен жүйткіп келе жатты. Оның соғысы енді ғана нағыз шарықтау шегіне жақындап қалған болатын. 3 бөлім. Уланған сана және құлаған империя. Ең ауыр жарақатты жаулар емес, өзін қорғап, жаныңды беруге дайын болған адамдарың салады. Темір тор адамның тәнін қамаса, өтірік пен сатқындық адамның рухын тұншықтырады. Мадияр өзінің бостандығын сатып, отбасын аман алып қалдым деп ойлағанда, оның отбасы оны тірідей жерлеп үлгерген еді. 5 жылдық өтірік кішкентай қыздың санасын қалай улады? Мадияр өзінің ең басты қазынасымен бетпе-бет келгенде, нағыз тозақтың не екенін түсінді. 10 тарау. Түн жамылған кездесу. Ене мен күйеу бала. Түнгі сағат 3. Алматының тыныш, ұйқыға кеткен аудандарының бірі. Мадияр Дарханның қара джипін ауланың көлеңкелі бұрышына тоқтатып, қозғалтқышты өшірді. Ол терезеден Айжанның анасы, Күләш апай тұратын 5 қабатты ескі үйге ұзақ қарап отырды. Бұл үй оған өте таныс еді. Кезінде ол Айжанның қолын сұрауға осында келген. Кішкентай Анельді демалыс күндері әжесіне осында әкеліп тастайтын. Ол кездері Күләш апай Мадиярды туған ұлындай жақсы көретін. Бірақ соттан кейін бәрі өзгерді. Айжан анасына Мадиярдың қандай ұры, қатыгез екенін айтып, оның санасында әбден улаған болатын. Мадияр көліктен түсіп подъезге кірді. Ол 3 қабатқа көтеріліп, таныс есіктің қоңырауын басты. Ұзақ уақыт ешкім ашпады. Мадияр қоңырауды тағы да үзіліссіз баса берді. Іштен аяқ киімнің сыбдыры естіліп, есіктің көзінен жарық көрінді. Кім бұл түн ортасында? Деген Күләш апайдың ұйқылы ояу, ренішті даусы шықты. Апа, бұл мен. Мадиярмын, есікті ашыңызшы, деді ол, даусын барынша сабырлы ұстауға тырысып. Есіктің ар жағында өлі тыныштық орнады. Содан кейін шынжырдың сықырлаған даусы естіліп, есік сәл ғана ашылды. Күләш апайдың жүзінде үрей мен жек көрушілік қатар ойнап тұрды. Ол Мадиярды көргенде бір қадам артқа шегінді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сенің мерзімің әлі біткен жоқ еді ғой. Кет бұл жерден. Қазір полиция шақырамын. Сендей ұрының, қылмыскердің менің қызымда да, немеремде де шаруасы болмасын. Деп бақырды ол, есікті жабуға әрекеттеніп. Бірақ Мадияр қолын алға созып, есіктің жабылуына жол бермеді. Оның дене күші қартайған әйелден әлде қайда басым еді. Ол есікті ашып күштеп ішке кірді де, есікті сыртынан құлыптап тастады. Апа, айқайламаңыз. Мен сізге немесе Анельге тиісуге келген жоқпын. Мен тек шындықты айтуға келдім, деді Мадияр суық үнмен. Қандай шындық? Сен біздің отбасымыздың абыройын төктің. Айжанды қаншама қарызға батырып, өзің сотталып кеттің. Егер Дархан болмағанда, менің қызым далада қалар еді. Дархан нағыз еркек, ол бізді құтқарып қалды. Ал сен жай ғана сатқынсың. Күләш апай дірілдеп, 2 қолымен кеудесін ұстап тұрды. Мадияр мысқылдай жымиды. Бұл өтіріктердің қаншалықты терең тамыр жайғаны оны таң қалдырды.
Ол күртешесінің ішінен әлгі қара блокнотты шығарды. Дархан құтқарушы ма? Айжан бейшара ма? Апа, сіз өз қызыңыздың қандай құбыжық екенін білесіз бе? Оқыңыз мынаны. Бұл сіздің періште қызыңыздың өз қолымен жазған күнделігі. Олар мені қалай отырғызғанын, ақшаны қалай ұрлағанын осы жерге жазып қойған. Ол блокнотты Күләш апайдың алдына дәліздегі тумбочканың үстіне тастады. Оқыңыз, 14 қазаннан бастап оқыңыз. Сосын кімнің сатқын екенін айтасыз. Күләш апай қалтыраған қолдарымен көзілдірігін тағып, блокнотты ашты. Ол алғашында сенімсіздікпен жиіркене қарады. Бірақ Айжанның жазуын таныған соң, оның көздері парақтарға үңіле түсті. Ол оқыған сайын оның өңі қуарып демі тарыла бастады. Дархан екеуміз бұл хатты оқып көп күлдік. Мадиярдың паролін бердім. Ол түрмеде шіріп өлгенше біз жаңа өмір бастаймыз. Күләш апайдың аяқтарынан әл кетіп дәліздегі шағын орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Блокнот оның қолынан түсіп кетті. Бұл мүмкін емес. Менің қызым мұндай қатыгездікке бара алмайды деп сыбырлады ол, өз көзіне өзі сенбей. Оның бүкіл әлемі, Дарханға деген құрметі мен Мадиярға деген жек көрушілігі бір-ақ сәтте күл-талқан болды. Бұл шындық, апа. Олар қазір пәтерде, қол-аяғы байлаулы күйде өз жазаларын күтіп жатыр. Мен олардың бүкіл ұрлаған ақшасын тартып алдым. Менің ендігі жалғыз мақсатым Анельді алу. Ол қайда? Деді Мадияр бөлмелерге қарай беттеп. Күләш апай оның алдын кес-кестеп тұра қалды. Оның көзінен жас бұршақтап ағып жатты. Мадияр, балам, кешір мені. Біз ештеңе білмедік. Ол мені де алдапты ғой. Бірақ Анельге тиіспеші. Оның жүрегін жараламашы. Ол сені мүлдем басқа адам деп ойлайды. 11 тарау. Әке мен қыз, жараланған жүректер. Мадияр енесін ақырын ғана итеріп жіберіп, балалар бөлмесінің есігін ашты. Бөлменің ішіндегі кішкене түнгі шамның жарығы төсекте тәтті ұйқыда жатқан қызды жарықтандырып тұр. Анель, оның періштесі. Ол қалдырып кеткенде 5 жастағы кішкентай бүлдіршін еді, ал қазір 10 жасқа толған, шашы ұзын, жетіп қалған қыз екен. Мадиярдың жүрегі қысылып, тамағына өксік тығылды. Ол темір тордың артындағы ауыр түндерде осы сәтті 1000 рет армандаған еді. Ол тізерлеп отырып төсектің жанына келді. Қалтыраған қолымен қызының шашынан сипат. Анель, ботам менің. Әкең келді деп сыбырлады ол, көзінен бір тамшы жас үзіліп түсіп. Анель ұйқысынан оянып көзін уқалады. Ол бөлмедегі бөтен еркекті көріп алғашында шошып кетті. Ол көрпені тарта түсіп төсектің бұрышына қарай тығылды. Сіз кімсіз? Әже, мұнда біреу бар, деп бақырды қыз. Мадиярдың кеудесіне біреу ыстық қорғасын құйып жібергендей болды. Анель, қорықпа. Бұл менмін ғой. Сенің әкеңмін. Мадияр әкеңмін. Есіңде ме, біз кішкентай кезіңде саябақта каруселге мінетін едік. Мен саған үнемі қызғылт мақта кәмпит әперетінмін, ол жымиып қызының есіне түсіруге тырысты. Анельдің көздері бақырайып кетті. Оның көзқарасындағы үрей одан сайын күшейді. Сен сол қылмыскерсің бе? Сенің кесіріңнен біз далада қала жаздадық. Анам маған бәрін айтты. Сен біздің ақшамызды ұрлап, басқа адамдарды алдағансың. Сен жаман адамсың. Менің әкем Дархан. Ол бізге жаңа үй алып берді, ол мені жақсы көреді. Кет бұл жерден. Анель жанұшыра айқайлап Мадиярға қолындағы жастықты лақтырды. Бұл сөздер Мадияр үшін 100 рет пышақталғаннан да ауыр болды. Оның әлемі құлап түсті. Айжан мен Дархан оның қызының санасын толықтай улап, оның әкеге деген махаббатын түбімен жұлып тастаған еді. Олар Мадиярды жай ғана түрмеге жауып қоймай, оның отбасындағы орнын, оның әкелік мәртебесін ұрлап алған екен. Анель, бұл өтірік. Олар сені алдады. Мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Мен сендер үшін. Мадияр сөзін аяқтай алмай, тамағына жас кептелді. Ол қызына жақындамақ болып еді. Анель одан бетер бақырып, жылай бастады. Бөлмеге жүгіріп Күләш апай кірді. Ол Анельді құшақтап өзіне тартты. Мадияр, болды.
Тоқтат, ол әлі кішкентай. Оның психикасын бұзасың. Оған бұл шындықты бір-ақ күнде қабылдау мүмкін емес, деді әжесі жылап. Мадияр еденде тізерлеп отырған күйі қатып қалды. Ол өзінің ең басты мақсатына, қызын құшақтауға қол жеткізе алмады. Сатқындар оның ең қымбат қазынасында бүлдіріп үлгерген еді. Ол орнынан баяу тұрды. Оның көзіндегі мұң мен шарасыздық қайтадан суық ашуға, тоқтаусыз кекке айналды. Мен сені қайтарып аламын, қызым. Олардың кім екенін, менің кім екенімді бүкіл әлем білетін болады. Мен саған дәлелдеймін, деді ол бәсең дауыспен. Содан кейін ол Күләш апайға бұрылды. Ол осы үйде қалсын. Айжан мен Дарханнан енді хабар болмайды. Егер оларға бірдеңе айтатын болсаңыз, мына блокнот полицияға келеді, ал сіздің қызыңыз қалған өмірін түрмеде өткізеді. Мадияр бұрылып пәтерден шығып кетті. Оның соғысы енді ғана жаңа, әлдеқайда қатыгез деңгейге көтерілген болатын. 12 тарау. Империяның күйреуі, сандық соққы. Таңертеңгі сағат 7. Мадияр Дарханның Logistics Empire атты ірі компаниясының бас кеңсесі орналасқан зәулім ғимараттың алдына келді. Бұл компанияны кезінде екеуі бірге нөлден бастап құрған еді. Мадияр ғимараттың барлық кіріп шығу жолдарын, қауіпсіздік жүйесін жатқа білетін. Ол бас есіктен емес, жертөледегі автотұрақтың қызметкерлер кіретін есігінен кірді. Дарханнан тартып алған кілттер мен электронды картаның арқасында ол ешбір кедергісіз бас директордың кабинетіне дейін көтерілді. Кеңседе әлі ешкім жоқ. Тек күзетшілер ғана бірінші қабатта кофе ішіп отырған. Мадияр Дарханның үлкен емен үстеліне отырып, оның компьютерін қосты. Дарханнан қинап алған парольдер мен сервер кілттерін пайдаланып, ол компанияның негізгі жүйесіне кірді. Бұл жай ғана кек алу емес, бұл Дарханның бүкіл өмірін, абыройын және бизнесін тас-талқан ету операциясы еді. Мадияр компанияның барлық қаржылық құжаттарын, жасырын, қара бухгалтериясын, мемлекеттік тендерлерден ұрланған ақшалардың схемаларын ашты. Ол бұл мәліметтердің бәрін үлкен архивке жинады. Ол хатты дайындады. Хаттың адресаттары: Қаржы полициясы мен экономикалық тергеу департаменті. Дарханның барлық ірі серіктестері мен инвесторлары. Елдегі ең ірі тәуелсіз ақпарат агенттіктері мен телеарналар. Компанияның барлық қызметкерлері. Хатқа тіркелген файлдардың ішінде тек қаржылық қылмыстар ғана емес, Айжанның күнделігінің сканерленген көшірмелері, Дарханның өз досын қалай сатып жалған құжаттармен түрмеге отырғызғаны туралы бұлтартпас дәлелдер бар еді. Мадияр бұл хатты таймерге қойды. Ол таңғы сағат 9:00-де автоматты түрде мыңдаған адамға бірден жөнелтілетін болады. Сен менің компаниямды ұрладың, Дархан, енді сол компания сенің молаңа айналады, деді Мадияр әнші батырмасын басып. Одан кейін ол компанияның банктегі айналым қаражаттарын, оборотное средства, бұғаттап, барлық келісім шарттарды жүйеден өшіріп тастады. Дарханның империясы цифрлық әлемде бір-ақ сағаттың ішінде жойылып кетті. Сағат 8:30-да Мадияр ғимараттан үнсіз шығып көлікке отырды. Ол енді ештеңеден қорықпайтын. Ақиқат жария болды. Бірақ оның ең басты сот отырысы әлі алда еді. Ол қайтадан Дархан мен Айжан қамалған пәтерге қарай бет алды. 13 тарау. Тордағы егеу құйрықтар, аштық пен паранойя. Алматының орталығындағы қымбат пәтер. Сырттай қарағанда бұл элиталық тұрғын үй болғанымен, ішінде нағыз тозақ орнаған еді. Мадияр оларды қамап кеткелі 36 сағаттан астам уақыт өтті. Терезелер жабық, жарық жоқ, ауа тарылып барады. Қолдары мен аяқтары пластик стяжкамен байланған Дархан мен Айжан еденде үстелдің екі жағында аунап жатты. Олардың үсті басы кірлеп, ауыздары құрғап, еріндері жарылып кеткен. Үстел үстіндегі екі бөтелке су мен нан оларға қол жетпес арман еді, өйткені қолдары байлаулы болатын. Олар жыландай бұратылып үстелге жетуге тырысты, бірақ нәтижесіз. Адамның нағыз бет бейнесі аштық пен қорқыныш алдында ашылады дейді. Олардың арасындағы жасанды махаббат баяғыда өшіп, орнын жабайы жек көрушілік басқан еді. Бұл сенің кесірің, деп арылдады Дархан, қан-қан болған бетін кілемге сүйкеп. Сен сол блокнотты өртеп жібергенде ол ештеңе білмес еді.
Сенің ақымақтығыңның кесірінен біз осында өлейін деп жатырмыз. Менің кінәм. Айжан да бақырып оған қарсы жұлқынды. Сен оны өлтіремін деп уәде бергенсің. Ол түрмеден шықпайды дегенсің. Сен өзіңді еркекпін деп ойлайсың ба? Ол сені бір-ақ ұрып, ит сияқты байлап кетті. Сен менің өмірімді құрттың, Дархан. Егер мен онымен қалғанымда, бәрі жақсы болар еді. Жақсы болар еді. Сен оның ақшасы жоқ деп жылап, менің қойныма өзің кірдің ғой. Сен ақша үшін қызыңның әкесін түрмеге жапқан қаншықсың. Ол сені осы жерде аштан өлтіреді. Және дұрыс істейді. Дархан ашудан ақыл есінен адаса жаздап, Айжанға қарай еңбектеп барды да, оны аяғымен тебуге тырысты. Екеуі еденде байлаулы күйде бір-бірін тістеп теуіп, нағыз хайуандарша төбелесе бастады. Мадиярдың физикалық азаптауы қажет емес еді, оның психологиялық тұзағы мінсіз жұмыс істеп жатты. Сатқындар бір-бірінің жанын өздері жеп жатқан болатын. Кенеттен есіктің құлпы сырт етіп ашылды. Бөлмеге дәліздің жарығы түсіп, босағада Мадияр пайда болды. Ол еденде бір-бірімен алысып жатқан қос құрбанға жиіркене қарап тұрды. Тозақтағы отын бітіп қалған жоқ па? Деді ол суық үнмен. Дархан мен Айжан қимылсыз қатып қалды. Олар Мадиярды көргенде өлімнің өзі келгендей қалтырап, одан шегіне бастады. Мадияр, су? Өтінемін, су берші деп жалынды Айжан, оның еріндері қанап кеткен еді. Мадияр үстелге келіп бір бөтелке суды алды да қақпағын ашты. Ол суды Айжан мен Дарханның дәл ортасына, кілемнің үстіне төгіп тастады. Су кілемге сіңіп жоқ болды. Екеуі де бақырып жылап жіберді. Бүгін таңертең сендердің құпияларың бүкіл елге тарады. Дархан, сенің компанияң банкрот болды. Қаржы полициясы сенің барлық шоттарыңды бұғаттап, кеңсеңді тінтіп жатыр. Айжан, сенің күнделігің интернетте жарияланды. Енді сендердің кім екендеріңді барлық таныстарың, туыстарың біледі. Анел қауіпсіз жерде, ол шындықты білді. Мадияр өтірік айтты. Қызы әлі де оған сенбегенімен, ол бұлардың соңғы үмітін үзу үшін осылай деді. Дархан басын еденге ұрып ыңырсып жатты. Оның өмірі толықтай күйреген еді. Өлтір мені. Жай ғана өлтіре салшы деп жалынды ол. Өлім тым жеңіл жаза, деді Мадияр. Ол қалтасынан кішкене қорапша шығарды. Қорапшаның ішінде екі кішкене ақ дәрі бар еді. Бұл не? Айжан қорқыныштан шегіне берді. Бұл цианид, деді Мадияр көзін алмай. Шын мәнінде бұл жай ғана ұйықтататын дәрі болатын. Бірақ психологиялық соққы үшін Мадияр оны деп сендірді. Сендердің полицияға түсіп түрмеде отырғандарың маған жеткіліксіз. Мен сендерге таңдау беремін. Мына екі дәріні ішесіңдер де, бұл азаптан 5 минутта құтыласыңдар. Немесе осылай байлаулы күйде, аштан қатып, бір-бірінің еттеріңді жеп, бірнеше күннен кейін азаппен өлесіңдер. Таңдау сендерде. Ол екі дәріні олардың алдына тастап, есікке қарай бұрылды. Сатқындар өздерінің соңғы үкімін өздері орындауы тиіс еді. 4-ші бөлім, қорытынды, ақиқат оты және күлден қайта туу. Кіріспе. Өшпенділікпен кек адамның жанын жалмап, оны өзі күресіп жүрген құбыжықтарға айналдыруы мүмкін. Мадияр өзінің жауларын ең қорқынышты таңдаудың алдында қалдырды. Ол олардың тәнін емес, рухын сындырды. Бірақ ең үлкен шайқас әлі алда еді. Ол қанмен емес, мейірмен, махаббатпен жеңетін шайқас. Өтіріктің мұзына қамалған періштенің жүрегін қалай жібітуге болады? Шындық орнаған күннің таңы әрқашан салқын әрі ауыратады. 14 тарау. Удың дәмі, сатқындардың соңғы таңдауы. Мадияр есікті сыртынан жауып кеткеннен кейін, пәтердің ішіндегі қараңғылық одан сайын қоюлана түскендей болды. Дархан мен Айжан еденде бір-бірінен алыс, кілемнің үстінде ауыр демалып жатты. Олардың дәл ортасында Мадияр тастап кеткен екі кішкене ақ дәрі жатыр еді. Мадиярдың бұл цианид деген сөзі олардың миында жаңғырып саналарын тіліп жатты. Аштық, шөл, қорқыныш және ең бастысы үмітсіздік. Бұл төртеуі кез келген адамның ақылын ұрлап алатын ең мықты қару. Олардың құтқарушысы да, ақшасы да жоқ еді. Дархан қалтырап көзін ашқанда әлгі ақ дәрілерге қарады.
Оның ішіндегі эгоист, өмір бойы тек өзін ғана ойлап келген адам енді өлімнен қорыққанымен, мынадай азаппен, қорлықпен өлуден бетер қорқатын еді. Оның байлығы жоқ, абыройы төгілді, бостандыққа шыққан күннің өзінде оны түрме күтіп тұрды. Мен бұлай қиналып өле алмаймын деп ыңырсыды ол. Дархан байлаулы қолдарымен еңбектеп дәріге қарай жақындады. Ол қан-қан болған еріндерімен едендегі ақ дәрінің біреуін тістеп алды да жұтынып жіберді. Оның жанарынан жас ағып еденге сұлап түсті. Өзінің ажалына өз еркімен бас иген қорқақтың соңғы сәті осы еді. Айжан бұл көріністі көріп бақырып жылай бастады. Дархан, не істедің? Жоқ, мен өлгім келмейді. Мадияр, кешір мені. Мадияр, есікті ашы, деп жанұшыра айқайлады. Бірақ оның даусы қабырғаларға соғылып өзіне қайта оралды. Ол Дарханның денесінің баяу босаңсып, көздері жұмылып, демінің үзілгендей болғанын көрді. Шын мәнінде дәрі өте күшті ұйықтататын препарат болатын. Бірақ Айжан мұны нағыз өлім деп қабылдады. Жалғыздықтың, қараңғылықтың және аштан өлудің үрейі Айжанның санасын толықтай билеп алды. Ол Анельді, өзінің бұрынғы жарқыраған өмірін еске алды, бірақ енді бәрі кеш екенін түсінді. Оның жасаған сатқындығы өзінің мойнына тұзақ болып оралды. Айжан қалтырап екінші дәріге қарай аунап келді. Ол көзін тас қылып жұмып дәріні жұтты. Бірнеше минуттан кейін оның да денесі ауырлап, санасы тұманданып, қараңғылыққа сүңгіп кетті. Олар өздерінің қылмыстық өмірлеріне өздері нүкте қойдық деп ойлады. Бірақ Мадиярдың оларға дайындаған жазасы өлімнен де ауыр еді. 15 тарау. Тор ішіндегі тор, әділеттіліктің темір диірмені. Айжан көзін ашқанда өзін тозақта немесе о дүниеде емес, мұздай суық, ақ қабырғалы бөлмеде екенін түсінді. Басы солқылдап ауырып, аузы құрғап кеткен. Ол қолын қимылдатпақ болып еді, темірдің сылдырын естіді. Оның оң қолы темір кереуетке кісенделген екен. Бұл аурухана палатасы, бірақ терезелері торланған, ал есік алдында форма киген полиция қызметкері тұрды. Ояндыңыз ба, азаматша? Деген қатал дауыс естілді. Палатаға тергеуші кірді. Ол Айжанға жиіркене, суық көзқараспен қарады. Мен тірімін бе? Дархан ше? Ол қайда? Деп сандақтады Айжан. Тірсіздер, екеуіңіз де тірсіздер. Сіздерді бұрынғы күйеуіңіз Мадиярдың анонимді қоңырауынан кейін пәтерден тауып алдық. Сіздер қатты әсер ететін транквилизатор, ұйықтататын дәрі ішкен екенсіздер. Ол сіздерді өлтіруді мақсат етпеген. Ол сіздерді бізге заңға тапсырды. Және жай ғана тапсырған жоқ. Тергеуші үстелдің үстіне үлкен папканы тастады. Оның ішінде Айжанның қара блокноты, банк көшірмелері, Дарханның компаниясының барлық қара құжаттары жатыр еді. Сіздің күнделігіңіз нағыз әдебиет екен. Сіздердің 5 жыл бұрын Мадиярды қалай отырғызғандарыңыз, мемлекеттің тендерін қалай жымқырғандарыңыз толықтай дәлелденді. Одан бөлек Дарханның шетелдік шоттарындағы қаржының заңсыз екені анықталды. Қазір Дархан көрші палатада, ол да кісендеулі жатыр. Оған 15 жылдан 20 жылға дейін жаза күтіп тұр. Ал сіз азаматша қылмысқа сыбайлас болғаныңыз үшін және жалған жауап бергеніңіз үшін кем дегенде 10 жыл арқалайсыз. Айжанның көздері шарасынан шығып кетті. Ол бақырып кісенін жұлқылай бастады. Жоқ, бұл әділетсіздік. Ол бізді азаптады. Ол бізді өлтірмекші болды. Деп жылады ол. Әділетсіздік. Тергеуші мысқылдап күлді. Әділетсіздік осыдан 5 жыл бұрын болған. Ал қазір нағыз әділеттілік орнады. Дайындалыңыз, сот процесі ұзақ әрі өте шулы болады. Бүкіл ел сіздердің кім екендеріңізді біліп қойды. Сіздің ата-анаңыз да, қызыңыз да бұл масқараны естіді. Айжан еденге сылқ етіп, басын төсекке ұрып еңіреп жылады. Ол Мадиярдың неліктен оларды өлтірмегенін енді толықтай түсінді. Ол оларды өздері құрған жалған әлемнен жұлып алып, нағыз тозаққа, темір тордың артына, қоғамның жеккөрушілігіне лақтырған еді. Өлім олар үшін тым жеңіл құтылу жолы болар еді. Ал қазір олар Мадиярдың тартқан азабын әрбір күні, әрбір секундында өздері тартатын болады. 16 тарау. Мұздың еруі, қыз жүрегіне жол.
Осы уақытта Мадияр қаланың шетіндегі саябақта жалғыз орындықта отырды. Оның соғысы аяқталды. Сатқындар жазасын алды. Оның аты толықтай ақталып, компанияның заңды иесі ретінде құқығы қайтарылды. Ақшасының бір бөлігін қайырымдылыққа аударғанымен, қалған бөлігі оның шотында қалған еді. Бірақ оның ішінде ешқандай жеңістің қуанышы жоқ болатын. Оның жүрегі әлі де жаралы еді. Оның көз алдында Анельдің оған жастық лақтырып, сен қылмыскерсің, кет деген бейнесі тұрды. Ол орнынан тұрып Күләш апайдың үйіне қарай беттеді. Бұл оның ең қиын, ең маңызды шайқасы, өз қызының махаббатын қайтару шайқасы еді. Мадияр есікті қаққанда Күләш апай ашты. Оның көздері қызарып, ісініп кеткен еді. Ол Мадиярды көргенде басын төмен салып, есікті кеңінен ашты. Ол енді бәрін түсінген, өз қызының қылмысы үшін жерге кіріп кете жаздап ұялып тұрған еді. Кір, балам. Ол өз бөлмесінде. Кешелі бері ештеңе жемеді, тек жылап жатыр. Мен оған бәрін түсіндіруге тырыстым. Бірақ ол әлі де сенбейтін сияқты. Кешір бізді, Мадияр. Менің қызым үшін мені кешір, деді қарт ана еңіреп. Мадияр оның иығынан баяу сипат. Апа, сіздің кінәңіз жоқ. Мен Анельмен өзім сөйлесемін. Ол балалар бөлмесінің есігін ақырын ашты. Анель төсекте теріс қарап көрпені бүркеніп жатыр екен. Мадияр бөлмеге кіріп еденге төсектің жанына тізерлеп отырды. Ол қызына күш көрсетпеді, дауыс көтермеді. Анель, деді ол өте жұмсақ, жылы дауыспен. Мен сенен мені бірден кешір деп сұрамаймын. Мен сенің әкең болмаған 5 жыл үшін сенен кешірім сұраймын. Мен сені қорғаймын деп, сенің жаныңда болу мүмкіндігінен айырылдым. Бұл менің ең үлкен қателігім еді. Анель көрпенің астынан әрең шығып, оған үрейлі көздерімен қарады. Оның кішкентай жүрегінде әлі де күмән бар еді. Анам ше? Дархан ше? Олар қайда? Неге теледидардан оларды ұры деп жатыр? Деп сұрады қыз, даусы дірілдеп. Мадияр ауыр күрсінді. Ол баланың психикасын бұзбау үшін сөздерді мұқият таңдады. Үлкендер кейде үлкен қателіктер жасайды, ботам. Олар заңды бұзды. Енді олар өз қателіктер үшін жауап беру керек. Бірақ бұл сенің өміріңе, сенің жақсы қыз болып өсуіңе ешқандай кедергі болмау керек. Ол қалтасынан кішкене ағаштан жонылған құстың мүсінін шығарды. Бұл мүсінді ол түрмеде отырғанда өз қолымен жасаған еді. Есіңде ме, сен 5 жасыңда маған, әке, маған ұшатын құс жасап берші, мен онымен бірге аспанға ұшамын деген едің. Мен саған уәде бергенмін. Міне, менің саған әкелген сыйлығым. Мен мұны 5 жыл бойы кеудемде сақтап жүрдім. Анель, түнде суық бөлмеде жатқанда, мен осы құсқа қарап, сенің күлкіңді есіме алатынмын. Мен сені 1 секундқа да ұмытқан емеспін. Анель ағаш құсқа қарады. Оның миындағы бұлыңғыр балалық естеліктер су бетіне қалқып шықты. Әкесінің оны иығына көтеріп жүргені, оның жылы алақандары, ұйықтар алдында айтатын ертегілері. Бұл сезімдер Дарханның қымбат сыйлықтар мен жасанды күлкісінен әлдеқайда шынайы, әлдеқайда терең еді. Анельдің көзінен жас бұршақтап ағып кетті. Ол көрпені лақтырып жіберіп, Мадиярдың мойнына асыла кетті. Әке, әкетайым.